Жақсы, мына жақта бір сұрақ түсіп жатыр. Тәңіршілдер деген кім? Олар айтып жатқандар дұрыс па дейді. Бұл өте маңызды қазір кезде осындай бір мәселе желіде тарап жатыр. Құрметті қажылар, оған өте сақ болайық. Біріншіден, тәңіршіл дін деген ондай дін жоқ негізінде. Ондай діннің атаулығы да жоқ. Жалғыз дін бар. Ол қандай дін? Ислам діні. Инна дин индаллахил ислам дейді аятта. Садақаллаху лазим. Алланың алдында қабыл болатын дін, біліп қойыңдар, ол ислам дін дейді. Енді олардың айтып тұрғандары қазақ, араб болып кеттіңдер. Бәрің араб қылсыңдар деп жатыр бәрімізді. Мынау жүріс-тұрыстарын істеп жатқандарының бәрі арабтың бұл менталитеті. Сендер неге қазақ өздеріңнің діндеріңе қайтпайсыңдар деп соны жарнамалап жатыр олар. Олар айтады, біз қазақ ата-бабаларымыз дейді, бұл арабтың дінде болмаған дейді. Тәңір дінде болған дейді. Енді олармен мен былай көріп жолға алмай жатырмын негізінде мамандарына, солын сөйлеп жатқандарына. Бірақ енді сіздер де жолығып жатсаңыздар, осы аманат жеткізіңіздер. Оларға сұрақ қойыңыздаршы. Бірінші сұрақ айтыңыздар. Ата-баба деп кімді айтып жатсыңдар? Танимыз ба біз ол кісіні? Аты кім оның? Әл-Фараби ма? Абай ма? Құнанбай ма? Мәшһүр Жүсіп па? Шәкәрім ба? Немесе анау Алаштың арыстары ма? Ахмет па? Міржақып па? Кімді айтып жатсың де? Атын айтсыншы бізге. Билер ма? Сұлтандар ма? Кімді айтып жатыр олар? Мына ол болмайды ғой, ата-бабамыз осындай дінде болған дейді, атын айтпайды да бірақ. Ол біздің ата-бабамыз деп тұрғандардың бәрі ол мұсылмандар еді. Кез келген ханды айтыңыз, ол мұсылман дінін ұстанды. Кез келген батырды алыңыздар. Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек, бәрі мұсылмандар. Ата-баба деп кімді айтып жатсың айналайын де? Ол айта алмайды, ондай ата-баба жоқ бізде. Жаңағыдай бір неге табынған ата-бабалар жоқ, бәрі мұсылмандар біздің ата-бабаларымыз. Анау Керей Жәнібектен бастап бері қарап кетсеңдер де, одан ары қарап кетсеңіздер де бәрі мұсылмандар. Бірақ Тәңір деген сөзді қолданамыз әлі күнге шейін. Тәңір өз жар болсын дейміз. Ол қазақша арабқа аударсаң ол Алла. Алланы қазақтар Тәңір деп айтқан. Орыстар Бог деп айтқан. Ағылшындар Гуд деп айтқан. Арабтар Алла деп айтқан. Қазақтар Тәңір деп айтқан. Ата-бабаң ешқашан дейді бұл дінде болмаған. Ал қандай дінде болған? Екінші сұрақ қойыңыздар оған. Екінші сұрақ. Бірінші сұрақ не болды? Ата-бабаның нақты адресін айтты. Қай ғасырда, аты жөні кімде? Ол біз танымайтын қандай ата-баба ол? Көргенсізге табылып жүрген. Иә, кім ол? Место положениесін дейді көкем айтады. Место положениесін жүйесін көрейік, кім ол? Қай ата-бабаңды айтып жатсың сен? Біз танитын ата-бабамыз бәрі мұсылмандар, субханалла. Сен қай ата-бабаңды айтып жатсың де? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, айтыңыздар. Біздің ислам дінінде құлшылық қылатын өзінің рәміздері бар де. Мысалы намазды қалай оқу көрінісі бар, оразаның көрінісі бар деңіздер. Сендердің діндерің бойынша мен қалай құлшылық қыламын деп сұраңыздар. Қалай құлшылық қыламын де. Және бұл құлшылықтың кітаптан көрсетіп берді. Ол кітап кеше жазылған кітап болмасын де. Бұл Аллаға баратын кітап болсын де. Менің ұстап тұрған ислам дінінде Құран барып жатыр Алланың кітабы. Пайғамбарға барыпты деп айтыңыз да. Намаз оқып жатыр, пайғамбар айтқандай. Сен де кітаптан көрсет, Тәңір дінінде мен қалай құлшылық жасауым керекпін. Өйткені әлемде құлшылық жасамайтын адамның өзі жоқ. Әрбір ұлттың өздерінің діндері бар. Бірақ соның ішінде бәрі не? Қабыл болатын дін ислам діні. Екінші сұрақ қойыңыздар. Екінші сұрақ былай деңіздер. Менің өсіріп жатқан, тәрбиелеп жатқан ұлым бар, қызым бар деңіздер. Ертең ол жастар үйлендіруім керекпін мен. Мен баламды үйлендіріп келін түсірген кезде о некесін қалай қиямын сенің дінің бойынша де. Мен қалай оны жұптан адалдап берем де. Қызымды батамды беріп ұзатқан кезде күйеу балаға мен қалай адалдап берем сен дінің бойынша деп сұраңыздар. Қалай істеймін мен онда? Ал ислам дінде ол бар де. Бұлай сөзбен емес де. Оны кітаппен көрсетіп берді. Ол кітап қайда барсын шежіресі? Ол Аллаға барсын де. Ана танымайтын ата-бабаңнан кетіп қалмасын де. Мен оны танымаймын де. Ол кітап неге бару керек? Шежіре тіке. Ол Аллаға бару керек. Ол Алланың кітабы болып шығу керек. Үшінші сұрақ қой. Үшінші сұрақ. Мына ислам дінде сауда-саттық деген бизнес бар. Сол сауда-саттық бизнесті қалай жасауды бабыл муамалат деп айтылады. Сол исламды бізге көрсетіп берген. Саудан былай жасайсың. Біреудің ақысынан кіріп кетпейсің. Мынау сенікі, мынау менікі. Деген мәселе бар де. Сенің дінің бойынша мен саудан қалай жасайын де. Мына банктен мен қалай ақшаны қалай сыймат етуім керекпін. Қалай ол маған адал ақша болып келу керек. Оны қалай істеймін де, сенің дінің бойынша де. Осы төрт сұрақ қой ұйықтайды төртеуде. Бірден де жауап айта алмайды. Оған гарантия беремін мен. Отырып алып бірақ тисе дараққа, тимесе бұтаққа ұра беруге болмайды олар. Олардың айтып тұрған нәрсесін қолдап жүрмеңіздер, ол куфрлық нәрсе. Адамды діннен шығарып жіберетін нәрсені айтып жатыр олар. Алла сақтасын. Пайғамбардың үстінен ауыр сөздер айтып жатыр.
Алланың Құран үстіне ауыр сөздер айтып жатыр. Және қайталап айтамын, ислам діні бұл белгілі ұлтқа, арабқа түскен дін емес. Ислам діні бәрімізге ортақ дін. Міне ортақ дін болғандықтан ортақ құбыламызға келдік. Бұл Кағба тек арабтардікі емес. Бұл жері жаратылғаннан бері Кағба бар. Сол сұрақты қойыңыздар, жауап бере алмады ма, бауырым демалды, араб кетті. Әңгіме айтпады. Ол бәрі Құдайға шүкір, қазір заманда да, алдыңғы заманда да көз ашып көкірек ояу халықпыз біздер. Көрінгенін, көк аттың сандырағына еріп кетуге болмайды, бауырлар. Сол үшін Аллаға шүкір, біз мұсылман халықпыз. Біздің ата-әжелеріміздің бәрі жаңа ататылған бүткіл хандар, билер, шешендер бәрі мұсылман болған. Енді қазір біздің дәуіріміз келді, біз сол аманат бізге келді, әлхамдулилля біз станып келе жатырмыз. Біз Алладан үміт етеміз, біздің ұрпақтарымыз да қиямет кешінде осы дінде болады иншалла.